Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 31-32 бөлімдері. Қазым, Мәжиде екеуі мешітті. Қазым үйіне кетіп бара жатқан кезде Шермен ханым, шейшик Қазым деді. Жоқ, рахмет, менің кетуім керек деді. Сол кезде Мәжиде Қазымға рахметін айтты. Бұл жерде мен емес, сен ғой қызды тапқан деді Қазым Мәжидеге. Сол кезде Ахмет Мәжидеге хабарласып, Мәжиде, мені біреулер ұрып кетті. Тез келе аласың ба деді. Кім ұрып кетті деді. Білмеймін. Тез келші деп телефонды өшіріп тастады. Қазым екеуі Ахметтің үйіне барды. Сол кезде Ясмин Берен ханым, яғни анасына, апа, мен әкемнен айырылдым бір күнде. Бір күнде әкем қылмыскер болып шыға келді. Енді сен де өлмеші деді. Мен өлмеймін, емделіп жатырмын деді. Қазым мен Мәжиде Ахметтің үйіне барды. Ахмет кімнің ұрғанын айтпады. Сол кезде Қазым, полицияға барайық, кім ұрғанын, және де ауруханаға барайық деді. Бармайым, ешқайда бармайым деді. Сол кезде таң ата қасында болған Мәжиде екеуі ойын ойнап шықты. Сол кезде мен кетейін. Таң атты, түнде ұйықтап қалама деп ем, ұйықтамадың деді. Жарайды, сау бол деп бір-бірінің бетінен сүйіп қоштасып жатты. Су Қазымға келіп Мәртті ұстап бермекші. Яғни Мәрт туралы барлық шындықты, мені масқаралаған адамды мен де оны масқаралайым деді Су. Жарайды, келістік. Екеуміз енді біргеміз деп Су екеуі айтты. Сол кезде Су шығып бара жатқан кезде Нермин келіп, бұл қыз кім деді. Жұмысшымыз деді. Енді жұмысшыларды үйде қабылдайтын болғансың ба деді. Жай қалжыңдап жатырмын деді Нермин. Қазым Заферге хабарласып, Мәрт жайлы шындықты білдім. Тез жиналыс жаса, жиһангерді шақыр. Ахмет сырқаттанып қалды деді. Сол кезде Сера оны естіп, Ахметке не болыпты деді. Біреулер ұрып кеткен дейді. Ауруханада ма, үйінде ма деді. Білмеймін, ол жағын деді. Не лайын деп едің деді. Мәжиде Меришті еркелетіп, оған кішкене қыстырғыш берді. Осы қыстырғыш алып кет, мен ұмытпа деді. Сол кезде Шермен ханым бар махаббатымен қызына қарап тұрды. Қазым келді. Қазым Меришті құшақтап, сені көрмегеніме қанша күн болды деді. Бір күн болды деді. Сера Ахметке келіп, екеуі құшақтасып сүйісіп жатты. Ал Заферді, яғни олы Жан, Ахметтің үйіне алып келіп, Сераның дыбысы шығып жатқанын естіп кетті, шыдай алмай. Ал Қазым болса Мерішті балалар үйіне өткізбекші, оны ата-анасы асырай алмайтындарын айтты. Зафер Қазымға хабарласып, Ахмет пен Сераның бір үйде, яғни бірге болып жүргендерін айтты. Ал Мәжиде Қазымның кіммен сөйлесіп жатқанын түсінбеді. Бірақ Қазым Мәжиденің таза екенін біліп қуанып қалды. Ал Жан болса, әке, сен неге қорқақтап қаштың деді. Олар саған жеңіл желпі қарады ма деді. Мен ішіктерден кек алам деді. Ал Мәрт болса, Суды іздеуде. Тольга келіп, сен бұл жерден қашпасаң, Су сені ішіктерге ұстап берді. Түрмеде отырасың деді. Қазым мен Мәжиде анасына келді, яғни Берен ханымға. Сол кезде Қазым Нерминнің бала асырап алмақшы екенін айтты. Сол кезде Мәжиде Қазымға, Нермин ханым жүкті емес пе, балаға бірдеңе болды ма деді. Сол кезде үйге кіре салып, Қазым Нерминді асханаға шақырып, сен Мәжидеге аяғым ауыр деп айттың ба? Неге олай дедің? Деді. Айтам, өтіріктен шаршадым деді Қазым. Ұрыстарының қатты шығып жатқанын естіген Мәжиде, мен кетейін, кейін келем деді. Бірақ сыртта тұрып, Қазым мен Нерминнің әңгімелерін барлығын естіп тұрып, шошып кетті. Сол кезде Қазым Нерминге ажырасатынын айтты. Мен шаршадым деді. Сен сонда ажырасып Мәжидеге үйленбексің бе деді. Жоқ деді. Сол кезде Берен ханым шығып, Мәжиденің не үшін кетіп қалған білмеді, бірақ Қазымға айтты. Қазым дереу Мәжиденің артынан жүгіріп барды. Мәжиде, тоқташы енді деді. Не, мені тоқтатпашы енді деді. Ұстамасам
тоқтайсың ба деді. Тоқтамайым деді. Сен отбасыңды мен үшін құрбан етпе, шайқалтпа деді. Жоқ Мәжиде. Ал Нермин болса Берен ханымға барлығын айтты. Мәжиде мен Қазымның арасында бірдеңе барын айтты. Мен оның барлығын Ахметке айтам деді Нермин. Қазым Мәжидеге екеуміздің арамыздан бірдеңе шыға ма деді. Мен сені сүйем деді Қазым Мәжидеге. Сол кезде Мәжиде ештеңе тыңдағысы келмей ашуланып кете барды. Ал Нермин болса барлығын Ахметке айтып берем. Ол да бар шындықты білсін деді. Берен ханым, оны Ахметке айтушы болма. Барлығын өзім тындырам, саған көмектесем. Ахмет білмесін, білсе ағасын өлтіріп қояды деді. Қандан келе жатқан кезде алдына Мәжиде шығып, қанда мені қаттырақ қысып құшақташы, қаттырақ деді. Не боп қалды деп қандан түсінбеді. Мәжиде, екеуміз сөйлесейікші деді. Жүр кеттік деді. Екеуі жағалауға барып сөйлесті. Сол кезде Мәжиде қанданға, Қазым Нермин ханыммен ажыраспақшы, менің кесірімнен деді. Ахмет Кокоға келіп, кеше не істегенің деді. Сол кезде Мәжиде келіп бұлардың арасында бірдеңе барын түсінді. Не болып жатыр? Маған барлық жағдайды түсіндіресіңдер ме? Мені жынды қылмай айтыңдар деді. Сол кезде Ахмет үндемей дәмханадан шығып кетті. Ал Мәжиде қатты ашуланып Кокоға ұрса бастады. Сонда сені қағып өлтірмекші болған Ахмет пе? Сен достығың не болды сонда? Сен неге маған барлығын айтпайсың? Сен сонда мен дос деп қабылдамайсың ба? Стамбулда жалғыз досым сен едің. Енді саған да сенбеймін деді. Жиһангер келіп Нерминді құшақтады. Нермин Қазымның менімен ажыраспақшы. Ол бар ойы Мәжидеде. Менімен ажырасып Мәжидемге үйленбекші деді. Бірдеңе айтсаңшы деді. Жиһангер ештеңе демеді. Ойланып отырмын. Не деді. Ахмет үйіне келе сала артынан Сера келді. Сен неге телефонды алмайсың? Он рет хабарластым ғой. Зафер мені сенің кесіріңнен екеуміздің арамызда бірдеңе барын біліп үйден қуып жіберді деді. Ол Зафер бұрыннан білетін, бірақ үндемейтін деді. Сонда да Сера ашуланып кеткен соң Ахмет шишаны сындырып тастады. Ал Мәжиде болса Ахметтің үйіне келе жатыр. Ахмет Сераны аямай ұрып жатқан кезде Мәжиде жүгіріп келді. Ахмет, бұның сен не істегенің? Сера, саған не болды деп ашуланды. Сол кезде Сера, мынау сенің болашақ күйеуің бе? Осының әйелі болмақшысың ба сен? Бұл менімен оңаша төсектес болды. Ал сен осының әйелі болмақшысың. Бұл деген маньяк, адам өлтіреді. Бұдан аулақ жүрмесең, бір күні сені де өлтіріп тастайды деді. Мәжиде қорқып кетті. Ахмет енді маған жолама, жоғал деді. Сонда да Ахмет, Мәжиде, сен маған керексің, мен сені сүйем деп қоймады. Сераны күйеуі келіп алып кетті. Көлікке отыр деді. Сол кезде Сера қуанып көлікке отырды. Берен ханым Нерминге келіп, қызым, сенде барлығы дұрыс па деді. Апа, неге келдіңіз? Мен өзім барар едім ғой деді. Сіздің жағдайыңыз тура келмейтін шығар деді. Қазымның ауруы, яғни психологиялық шабуыл жасалып жатқан кезде Жиһангер келіп қалды. Аға, саған не болды деді. Ешкімге айтпа бұл ауруымды, ешкім де білмесін деді. Мәжиде болса барлығын Сараға айтты, Нерминмен ажырасатын. Сол кезде Сара, сен Қазымнан аулақ жүр деді. Ал Қандан болса сезіміне ерік берсін, ажырасса ажырасын. Мәжидені сүйетіндіктен ажыраспақшы, сіз олай оған қарсы қоймаңыз деді. Ал Қазым болса Жиһангерге барлық сарын айтты. Менің жеке өмірім бар, бірақ оның Мәжидеге дым қатысы жоқ деді. Ал Мәжиде болса Қазымда көңілі барын, ойы барын және де оны жақсы көретіндігін айтты. Қазымда Мәжидеге деген ойы бар. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.